Апа, сен неге жолда тұрсың? Біздің жүгіріп келе жатқанымызды көрмейсің бе? Сен үшін үйде отырғаның жақсы, түсіндің бе? Бауырым, тасташ бұл кемпірді. Кеттік, асығу керек. Әже, сәлеметсіз бе? Сізде бәрі жақсы ма? Амансың ба, балам? Я, бәрі жақсы. Рахмет. Әкеліңіз, мен көмектесейін. Сөмкелеріңіз ауыр сияқты. Балам, рахмет саған. Көмек қажет еді. Қолдарым қатты шаршады. Әже, сізге жаңағы адамдардың қалай дауыс көтергенін көріп таң қалдым. Үлкендерге бұлай сөйлеуге болмайды ғой. Балам, қазір үлкендерді құрметтемейтін кейбір жастар бар. Мен жаңағы балалардың басқа да үлкендерге қалай сөйлегенін көрдім. Жап-жас болып, осынша қатыгез болғаны қалай түсіне алмадым. Менің атам әрдайым үлкендерді сыйлау керектігін айтады. Әже, бұл ауыр сөмкелерді не себепті жалғыз өзіңіз көтеріп жүрсіз? Балам, маған кім көмектеседі? Мен жалғыз тұрамын. Балаларым мен немерелерім басқа қалада. Базарға, үйге азық-түлік алуға келіп едім. Сатып алған затымның салмағын ескермей, осында қалдым. Сіз жалғыз тұрасыз ба? Кешіріңіз, білмеппін, ештеңе етпейді балам. Осындай тәрбиелі жігітті кездестіріп жәрдемдесіп жатырғаныңа қуаныштымын. Ал балам, біз келдік. Енді әрі қарай өзім апара аламын деп ойлаймын. Күшім жиналды, рахмет саған. Оқасы жоқ әже, сізге көмектесе алғаныма қуаныштымын. Үлкен жігіт бол балам. Өмірің қуаныш пен үлкен жетістіктерге толы болсын. Аман бол. Ата, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам балам. Үлкен жігіт бол. Сабағың қалай? Жақсы ата. Мен жаңа ғана бір әжеге ауыр сөмкелерін көтеруге көмектестім. Ол маған алғыс айтты. Көмек қолын созып, алғыс алғанын ұнады. Әже жалғыз тұрады екен. Бір жігіттер оған дөрекі сөйлеп, кемпір деп балағаттады. Үлкендерге осылай сөйлеуге бола ма екен? Жарайсың балам. Мен сені мақтан тұтамын. Өкінішке орай, барлық бала тәрбиелі бола бермейді. Кейбір балалар өсе келе, ата-анасымен бірге тұрмай, оларды жалғыз қалдырады. Бұл ауыр жағдай. Балам, мен сенің бойыңнан нағыз қазақ жігітіне тән қасиеттерді көріп тұрмын. Шын ба ата? Иә балам, нағыз қазақ жігіті әрдайым үлкендерді сыйлайды және оларға көмектесуге тырысады. Бұл қазақ халқының ізгі тәрбиесі. Біздің халық әрдайым үлкендерді құрметтеп, олардың батасын алған. Үлкендерді құрметтеу сәлемдесуден басталады. Қазақтар әрдайым үлкендерге бірінші болып сәлем беріп, оң қолын жүрекке қойып, армысыз, ассалаумағалейкум деп айтатын. Үлкендер сөйлегенде ешқашан сөзін бөлмей, кеңестерін мұқият тыңдау қажет. Халқымызда әке тұрып ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып қыз сөйлегеннен без деген мақал бар. Бұл әкенің алдында ұлы сөзін бөлмеу керек, шешенің алдында қызы сөзін бөлмеу керек дегенді білдіреді. Олар көпті көрген, жастарға қарағанда өмірлік тәжірибесі мол. Дастархан басында үлкендер әрқашан төрге отырады. Бұл құрмет пен сыйластықтың белгісі. Дастархан жайылып, әрқашан үлкендердің алдына қойдың басы қойылады. Олар бата беріп, бас бөліктерін отбасының басқа мүшелеріне таратады. Адам өміріндегі қуанышты сәттер, тойлар үлкендердің батасымен басталған. Бата, жас жұбайлардың ұзақ әрі бақытты өмірінің бастауы деп саналатын. Бата берген қарияның иығына ризашылықтың белгісі ретінде шапан жабылған. Қандай жағдай болмасын, үлкендерге құрмет көрсетілуі қажет. Кішкентай Абай өзінің әкесі Құнанбаймен ренжісіп қалған адамды көргенде, жанынан өтіп кетпей амандасып, оған құрмет көрсетті. Ал ол адам Абайдың сәлеміне жауап ретінде аттан түсіп, батасын берді. Бұл қазақтың үлкендерге деген құрметі. Қазақ жырауы Шортанбай Қанайұлы былай деген: сен демек қиын емес пе?
Бұрынғы туған үлкенге, өзіңнен бұрын туған үлкенге сен деп сөйлеу қалай дұрыс болмақ? Біздің тәрбие үлкендерге, әсіресе ата-анаға әрдайым сіз деп сөйлеуді міндеттейді. Түсіндің бе, балам? Иә, ата. Балам, мына мақалды есте сақта. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Үлкендерді сыйлаған адам ешқашан қор болмайды. Өз халқыңның перзенті бол.